Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет түстегі пельмендерді жасауды үйретемін. Ол үшін видеоны соңына дейін толық қараңыз және менің арнама подписаться батырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұл түстердің барлығын кәдімгі көкөністерден суын шығару арқылы, табиғи бояғыш шығару арқылы шығарамыз. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Біз жасыл түсті шығару үшін осындай шпинатты пайдаланамыз. Шпинаттың бір бауын осылай жуып алып және де қайнаған суға 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұқтырылған шпинатымызды суынан сүзіп, осындай блендер көмегімен ұсақтап суын шығарып аламыз. Шпинатымызды сүзгіштен сүзіп аламыз. Біздің шыққан суымыз 140 грамм немесе 150 мл болу керек. Егер сіздерде ондай көлемде шықпаған болса, аздаған кішкене су қосып жіберсеңіздер болады. Қызыл түсті шығару үшін қызылшаны пайдаланасыз, сары түсті шығару үшін осындай сәбізді пайдаланасыз. Барлығын жуып, миксерден майдалап өткізіп, суын бөліп аласыз. Егер сіздерде миксер болмаса, ет тартқышты пайдалансаңыздар болады. 140 грамм сәбізден шыққан суға 1 ас қасық ақ май, 1 шай қасық тұзды қосып, 1 кесе, үлкен кесе яғни 350 грамм шығады, ұнымызды қосып, қамырымызды қатты ғып илеп аламыз. Егер де 350 грамм ұнды қосып илегеннен кейін қамырыңыз жұмсақ болатын болса, яғни ол ұнның түріне байланысты болуы мүмкін, кішкене тағы да ұныңызды қосып, қатты ғып илеп алыңыз. Шпинаттарды дәл сондай 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық майымызды және де 1 кесе, яғни 350 грамм ұнымызды салып, қамырымызды қатты ғып илеп аламыз. Қызылшаны да дәл сондай құраммен дайындап аласыздар. Бұл жерде тек қана түстері өзгергені болмаса, сұйықтықтарының қоспаларының құрамы барлығы бірдей. Міне көріп тұрғандарыңыздай табиғи көкөністерден осындай түстес бояғыштар шығарып алдық және қамырымызды 1 сағатқа тұндырып алдық. Тұндырған қамырдың беті жылтырлап осындай әдемі болып тұрады. Жаюыңызға да өте ыңғайлы болады. Қамырымыздың барлығын жұқалап бір тегіс етіп жайып аламыз. Сіздер әрине үйлеріңізде барлық түсті бірден жасамай, үйлеріңізде қандай көкөніс бар, сол түсті алып, балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Тіпті тамақ жемейтін балаларыңыздың өзі түсіне қызық тамақ жеуі мүмкін. Тіпті осы көкөністердің ішіндегі витаминдерінің қандай да кішкентай бөлігі болсын, осы қамыр арқылы балаларыңыз жегенде организмге баруы мүмкін. Және де бұл рецептпен жасалған қамырды тек қана пельменге емес, вареникеге де, мантыға да пайдалансаңыздар болады. Пельменді кішкентай бөліктерге бөліп алу үшін алдымен осылай бір-бірінің үстіне қабаттап кесіп аламыз. Кесілген бөліктерді бірдей көлемдегілердің барлығын бір-бірінің үстіне тағы да қабаттап қойып, жайып, кішкентай бөліктерге, пельмен түйетін бөліктерге бөліп аламыз.
Қамырымыз жұқа, қалың емес, барлығы бірдей көлемде шықты. Жаңағыдай әдіспен кесетін болсаңыздар, дәл осындай барлығы бірдей көлемде кесіледі. Пельменді түюді барлығыңыз білетін шығарсыздар. Егер білмейтін кісілер болса, видеодан көріп алса болады. Қамырымыздың ішіне кішкене фаршымызды салып, бір-біріне беттестіріп жабыстырамыз. Және де жабысқан екі шетін бір-біріне саусағымызды осылай қою арқылы бір-біріне жабыстырсақ болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай табиғи көкөністен алған бояғыштардың да кәдімгі арнайы бояғыштардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Бәрінің түсі қанық, ап-анық шықты және қайнағанда да түсі шығып кетпейді, қорықпаңыздар. Ал қамырымыз ешқандай да езілмей, әп-әдемі болып піседі. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай түстердің бәрі ап-анық, жасылдың үсті просто мен қатырып қойғандықтан қайтадан ыстыққа шыққан соң беті құраланып тұр. Міне қайнаған сорпаның ішінен алынған тұшпаралар ешқандай езілген жоқ, түсі де шыққан жоқ. Бұл жерде мен жасаған тұшпаралардың жартысы ғана, жартысын тоңазытқышқа қатырып қойдым. Кез келген асығыс уақытта дайындай салуға болады. Және де ең бастысы балаларыңыз тәбеті ашылып осы түске қызығып жейтін болады.